тещий язык салатын жасаймыз. Ол үшін бірінші кабачкилерімізді жақсылап жуып аламыз. Одан кейін екі шетін алып тастаймыз. Сосын жақсылап жұқа қылып ұзынынан кесеміз. Шетін алып тастайық. Кабачкimiz жұқа, ұзын болу керек. Осылаймен кесеміз. Кабачкилерimiz осындай жұқа, ұзын болу керек. Осылай кесіп дайындап аламыз. Сосын жұмыртқаға кішкене тұз қосып, араластырып дайындаймыз. Осы кабачкилерді енді жұмыртқаға малып аламыз. Екі жағын жақсылап. Одан кейін панировочный сухариге саламыз. Екі жағын бірдей салып алып, духовкаға саламыз. Духовкада 180 градуста 20-30 минутта пісіп шығады. Міне кабачкилерimiz осылай пісіп дайын болды. Енді осы дайын болған кабачкилеріміздің арасына чеснок пен майонезді араластырып жағамыз. Осы арасына салуға салатный лист керек болады, және помидор. Помидорымызды кесіп дайындап аламыз. Осылай кесіп бөлеміз. Осылай салым дайындап аламыз. Енді осы кабачкилеріміздің арасына жаңағы араластырған майонез бен чесногымызды жақсылап жағамыз. Жағып аламыз, бір тегіс етіп. Салатный лист қоямыз ортасына. Кейін помидорымызды қоямыз. Қойып, бір шетінен жақсылап ораймыз. Осындай рулет сияқты болады. Міне осындай салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Қонаққа қойғанға әдемі, әрі оңай жасалады. Сіздер де үйлеріңізде дайындап көріңіздер. Ұнап жатса комментарий жазып, лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер.